Ас бөлмеме келіп, Фукет фартугымды киіп алдым да, бір стакан сүттен не жасауға болады, сіздермен бөлісейін дедім. Бір таза ыдысымызға жұмыртқамызды, сүтімізді, суымызды барлығын қосамыз, қантымызды қосамыз, жақсылап араластырамыз да, дрожжымызды қосамыз, 1,5 қасықтай. Оның үстіне ұнымызды қосып, жақсылап бірінші араластырып, одан кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илеп, үстіне пампушкада майымызды жағып жүреміз, жұмсақ қамыр илеп, көтерілгенше қойып қоямыз. Басқа бөлек ыдысымызды аламыз да, сүтімізді қосамыз, 1 стакан, қантымызды, майымызды, жұмыртқамызды, разрыхителімізді, ұнымызды қосып, жақсылап араластырамыз да, панкейк дайындайтын боламыз. Өте оңай рецепт. Ал кеттім мен пісіруге. Келесі бізде корж дайындаймыз. Суымызды, сүтімізді, барлығын, сұйық қосып жұмсақ қамыр илейміз да, морозильникке қойып қоямыз қатыруға. Одан кейін 4-ші зат бізде тортты дайындау үшін бөлек ыдысқа сүтімізді, мінекей жұмыртқамызды, барлығын разрыхитель, қант, сұйық май барлығын жақсылап қосамыз. Әңгіме айтып тұрмын ғой, мына жерде бала шағам осылай шоколадный торт істейін деп какаоны қостым. Дәл осылай блины секілді тапада пісіріп аласыздар. Екі бетін жұқартып тұрып, өте дәмді керемет болып шығатын